бастайын сабаққа. Бүгінгі сабағымыз әліпби пәні. Әліпби сабағының біз 91-ші сабағына келіп тоқталған екенбіз. Яғни әліпби қазақ алфавитіндегі 42 әріпті толық меңгергенімізді көрсететін, білімімізді тиянақтап, өзіміздің алған білімімізді көрсететін сабақ екен. Және бүгінгі сабағымызда біз өзіміздің жақсы оқи алатынымызды, жақсы жаза алатынымызды, жақсы буындай алатынымызды, сөздердің әріптердің дауысты немесе дауыссыз екенін анықтай алатынымызды көрсету. Сонымен қатар біздің мынау әліпби кітабымыздың ішінде барлық әріптердің соңғы жағында міне кішкентай QR код бар екен. Осы QR код арқылы, яғни біздің ұлтымыздың құндылығы мақал мәтелдерді жатқа білу, оның тәрбиелік мәнін анықтай білу және оны өмірде қолдана білу керектігін айту. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Яғни біз сабақ барысында осы мақал мәтелдерді айта отырып, өзіміздің сөздік қорымызды, қоржынымызды толықтырады екенбіз. Жақсы балалар. Бір-бірімізге жақсы көңіл күймен қарым-қатынас жасау үшін ұранымызды айтып аламыз. Ал жақсы. Бірінші қатар бастайық. Анам күнің жүрегім, әкем өмір түрегім, сен бақытты боласың, бәрі саған қуансын. Ата-ана қорғаның, сен бақытты боласың, бәрі саған бақтанғын. Міне білдіңдер ме балалар? Біздің қазақтың балалары бір-біріне сондай бауырмал болады, бір-бірімен дос болады, бір-біріне құрмет көрсетеді. Басқа ұлт өкілдерімен де сондай дос болады, солай ма? Сонда адамның өмірі тамаша болады екен, бір-біріне достық қарым-қатынаста болатын болса. Бұл біздің халықтық құндылығымыз. Яғни біздің халықта осындай өте жақсы осындай сыйластық деген құндылық бар екен. Жарайсыңдар, тамаша. Әріне жақсы бір өлім оқып жіберейік, әрі менің сендерге жақсы лебізім болсын. Күлімде күлімде, күлсін барлық балашақ, берекелі бүгіндей, бейбіт болсын болашақ. Бұл не сендердің жақсы лебізім болсын сендерге, солай ма? Жақсы, олай болса, ал мен бастайын. Қадайды қой. Ине менен түйме. Тамаша, жарайсың, молодец. Л дегені тұра қоямыз отырыздан. Л дегені маған кесіп алып, анараған кезде бір тамадың жағын. Тамаша, жарайсың. Әжем, әжем анам, әлбештеден әжем, әлбетте бұл бала. Тамаша, жарайсың, молодец. Келесі. Ма дегені мектеп. Кітабымда мектеп. Мен өздерім оқып, мектебімде көктеп. Тамаша. Дәптер тола ақтон. Дұрыс таза жазып, төрт-бес бесті апкел. Ой, жарайсың, тамаша. Келесі. Бұл дегені білім жарық күнім. Ашып берер саған, бар әлемі сарым. Өте тамаша, жарайсың. Оқу мәнерімізді көрсетіп жіберейік, жақсы ма? Ал жақсы, кітабымыздан кез келген өзімізге ұнаған мәтінді аша қоямыз. Айсұлтан, аша қойшқаны. Кітап деген мәтін ашып тұр екен, сен де оқи қой. Ақылшы досы, кітапты ақындар, жазушылар жазады. Суретшілер суретін салады. Кітапты оқыпты таза ұстау керек. Ой, жарастай қойшқаны. Тоқтар, талғат, айдын алғалар. Әріштерлер, олар қарышты зерттеді. Ғалым Жазып алайық, жақсы ма? Тұра қойдық орнымыздан. Бәріміз тақтаға назар аудардық. Ал жақсы. Есте жасайын.
пайдаланып жүрген барабанымыз, солай ма? Қол көтеріп, кезекпен, ретпен, тәртіппен жауап беруге тырысамыз. Қандай сөзге келіп тоқтадық? Қолымызды көтеріп, ретпен жауап береміз. Жақсы ма? Жақсы. Ал мен бастадым. Жақсы. Әміре, орныңнан тұрып айта ғой. Терек. Ал болмай қойшы терек сөзін. Болмай қой. Бізде барабанымыз айналып жатыр. Қандай сөзге келіп тоқтайды екен? Қазір көрейік. Жақсы. Дәлел айта ғой. Бата. Ал болмай қойшы бата сөзін. Бата. Жақсы. Енді бәріміз бірге бар болсын. Бата сөзіне дыбыстық талдау жасап кетейікші. Бата. Б. А. Дауысты. Жуан. Т. Дауыссыз. Қатан. Келесі. Қандай сөзге түсер екен бізге көрейік кәне. Ал Нұрмұхамед айта ғой. Орныңнан тұра ғой. Тақта. Тақта. Бұндай қойшы. Жарайсың. Енді осы тақта сөзін өзің кәні дыбыстық талдау жасап жіберші. Т. Дауыссыз қатан. А. Дауысты жуан. Жарайсың. Қ. Дауыссыз Қатан. Тамаша. Т. Дауыссыз Қатан. қатан. Тамаша. А. Дауысты жуан. Өте тамаша. Жарайсың. Молодец. Қазақ. Буындап жібер. Қазақ. Тамаша. Келесі. Дыбыстық талдау жасап жіберші. Қ. Дауыссыз қатан. А. Дауысты жуан. З. Дауыссыз ұян. А. Дауысты жуан. Қ. Дауыссыз қатан. Тамаша. Жарайсың. Солай ма? Олай болса, жазылым бөліміне кезек берейік. Барлығымыз кітабымыздың әліпби деген тақырып бойынша 95-ші бетін аша қойдық. 94-95 осы жерде. Даниля біледі өзі. Даниля, жоқ, о жерде не қалдырмай, мына жерден жаза бер. Өйткені сыймай қалады. Әдемі жазамыз. Қай жерге келдім? Мәре осыны кетті, жазылымға. Тапсырма қазір. Сосын мақалды жару бастамыз, келіп байланысып кетті. Олай болса біз келесі тапсырмамызға, келесі аялдамамызға келіп тоқтадық. Яғни топта бір-бірімізбен бірлікте жұмыс жасағанымызды көрсете білейік. Солай ма? Біз күнделікті сабақта топта жұмыс жасап, бір-бірімізге көмек көрсетіп, бір-бірімізге өзіміздің білімімізді дәлелдей аламыз. Солай ғой? Олай болса, бүгінгі топтық тапсырма менде мынандай жазылған. Сөз емес, сөйлемдер жазылған. Осы сөйлемді оқи отырып, осы жерде қанша сөйлем, қанша сөз бар екенін анықтайсыңдар, және ішіндегі бір сөзді буындайсыңдар, және қандай тақырып айтылып тұр, сол тақырып туралы өздерінің сөздік қорларында еркін сөйлей алатын мәнерлеріңді көрсетесіңдер. Келістік пе? Жақсы. Олай болса жұмысымды бастаймын. Топқа парақшадан бір парақшаны ала қойыңдар, өз орталарында талқылайсыңдар. Асықпай, асықпа. Ал. Бір парақшаны ала қойыңдар. Біреу ғана алды, біреу ғана келесі. Қаралып жатыр міне. Ал талдаймыз ортадан. Бір парақша маған қалды. Адамдарға білім береді, ояқта күнде күшті әріптер бар. Жақсы, әліппеде не үйрендік біз? Біз 42 әріп үйрендік. Тағда не үйрендік? Санда. Жазуды үйрендік, және әріпті оқуды үйрендік. Жақсы. Да, жа, за, ка, ла, ма, на, пар. Ва, га, да, жа, за, ка, ла, ма, на, пара, са. Ал жақсы балақандар, жалпы
біз бүгін әліппе сабағында оқыдық, өзіміздің қалай оқи алатынымызды көрсеттік, 42 әріпті толығымен танығанымызды білдірдік, әдемі маржандай қылып жазуымызды жаздық. Енді келесі кезекте бар ғой балалар, күнделікті біз сабағымызда қолданып жүрген мақалдардың тәрбиелік, халқымыздың тіл байлығы, мақал дегеніміз үлкен құндылығымыз біздің. Мақалдап сөйлей білетін адам нағыз шешен адам дейді. Күніне бір мақал жаттасақ, біз бір аптада 7 мақал жаттап алады екенбіз. Bir ayda biz 30'un üstünde maqal жаттап алады екенбіз. Ал сол мақалды күнделікті сөйлеген кезде өзіміздің әңгіме бірлік. Кім жалғастырады ары қарай? Айта ғой, халифа орнынан тұра ғой. Жеңіске жеткізеді, тамаша. Ерлік пен бірлік жеңіске жеткізеді. Әрбірсімізде жеңіске жету үшін бізге бірлік қажет екен, тамаша. Келесі. Жақсыдан үйрен. Жаманнан жаманнан жирен. Ынтымақ, айта ғой. Ынтымақ ол өте сауық, татулық, тамаша сауық. Өте жақсы. Татулық, тамаша сауық дейді. Көрдіңдер бітер. Тұра ғой, Айбас. Татулыққа не жетер? Азда бітер, көпте бітер. Татулыққа не жетер дейді. Басы бейнет, соңы зейнет. Тамаша. Білім басы бейнет, соңы зейнет. Қазір біз бар ғой. Тұра ғой, аяулым, тұра ғой. Жұмылған қолдай ұйым смайлик боламыз. Бәріміз бас бармағымызды көтеріп тұрмыз, солай ма? Керілдік, бәріміз бірге керілдік. Қойдым, қайда қалып қойдым, бұлтыйып тұр бердім, қай өрістен тойдым, бұлтыйып тұр бердім. Бүгін біз әліппе сабағының соңғы сабақтарына келіп тоқтаған екенбіз. Әліппе пәнінің 42 әріпті толық меңгердіңдер деп ойлаймын. Барлығымыз жаза аламыз, барлығымыз оқи аламыз. Мен де қуаныштымын. Бүгінгі өткен сабақтарына сендерге көп-көп алғыс білдіремін. Сендердің келешектерің кемел, болашақтарың жарқын болсын. Отанымыздың, еліміздің мықты, білімді азаматы болуларына тілектеспін. Сендерге көп-көп рахмет.